Әкімдердің кезекті есебі Солнечный кентінде өткізілді. Тәртіпке сай алдымен жергілікті әкім Нұрберген Сейілханов есеп берді. Оның айтуынша бүгінде кентте 6400-ден астам халық тұрады. Өткен жылы елді мекеннің бюджеті 81 миллион 800 мың теңгеден асқан. Кенттегі ауыл шаруашылық құрылымдарының саны 8 шаруа қожалық, 8 жеке кәсіпкер және 14 жеке аулаларды құрайды. Оларда ірі және ұсақ мал жылқы бар. Жалпы мал саны ірі қара 637 бас, ұсақ мал 655 бас, жылқы 1639 бас, құс 492 бірлікті құрайды. 2005 тонна мал азығы дайындалып жеткізілді. Ветеринариялық профилактикалық іс-шаралар толық көлемінде жүргізілді. 242 бас жылқыға чип орнатылды. Кондрат және сельхозник шаруа қожалықтары ауыл шаруашылығы малдарының азығы шығындарының құнын арзандатуға субсидиялар алынды. Шөп шабу жұмыстарын жүргізу үшін Мади шаруа қожалығы 10 тонна арзандатылған жанар жағармай сатып алынды. Ірі қарамал аналық басын тұқымдық түрлендіруге бір шаруа қожалығы қатысып, 4 бас асыл тұқымды бұқа сатып алынды. Осылайша әкім экономиканың әр саласын тоқтап, есепті баяндамасын жариялады. Одан соң кент тұрғыны Любовь Патик бірнеше жыл болды пәтеріміз суық, тексерістер, зерттеулер болды, нәтиже жоқ дегенімен, әкім тағы да барып көреміздігінен басқа ештеңе айтпады. Бұдан кейін мінбеге қаламыздың бас полицейі көтеріліп, қылмыспен күрес туралы есеп берді. В сравнении с 2020 годом на территории поселка Солнечный 2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы Солнечный кентінде тіркелген қылмыстар саны 50%-ға кеміді. Қылмыс саны 10-нан 5-ке дейін төмендеді. Оның 4-і ашылды, бір қылмыс ұрлық фактісі ашылған жоқ. Қазір сол қылмысты жасаған тұлғаларды анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Оның баяндамасынан кейін сұрақ қоюға мүмкіндік берілді. Біздің аулада қазір енді әкімнің программасында 20 жылға аулаларда бәрі тоқтау істейді. Біздің мәшинелер бәрі туатырда тұрады. Сонда анау істеген нәрсемізде не болады? Соған не қолдайсыз? Менің сұрағым осы. Аулада тұратын мәшине бойынша сіз мұнда қазір Солнечный кент полициясында 9 қызметкер жұмыс істейді. Соның біреуі ол инспектор, жол полиция патрульдік инспекторы, соған хабарласаңыз, осындағы шара қолданамыз. Хабарлама керек жоқ, барып поселоктан өтсеңіз көресіздер. Бәрі тұрғында мәшинені қақилық қояды. Ол қандай еще айту болды? Неше айту болды? Түсінікті, бұл тексереміз, жұмысты жаңғартамыз. Біз пешком жолмен жүреміз, а мәшинелер тротуарда тұр. Онда аулаға тротуар керек жоқ. Түсінікті сұрағыңыз, бұл сұрағыңызды тексеріске аламыз. Кездесу қала әкімінің есебімен жалғасты. Ардақ Амангелдіұлы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының орындалуына да тоқталды. Сайлауалды бағдарлама елімізде нақты өзгерістерге бағдарланған, әрі алға қойған міндеттерді орындауға қабілетті команда бар екенін көрсетеді. Екібастұз қаласы бойынша барлығы 107 іс-шара анықталды. Оның 75%-дан астамы орындалды. Осы бағыттағы жұмыс әлі де жалғаса бермек. Сондықтан Нұр Отан партиясы филиалының төрағасы ретінде партияға, сондай-ақ барлық жауапты тұлғаларға жол картасының толық орындалуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Тағы бір басты мәселе 2021-2025 жылға арналған Екібастұздың кешенді дамыту жоспары. Оны жүзеге асыру өткен жылы басталса, атқарылатын жұмыстарда қыруар. Қаланың 30 километрден астам автожолын және аудандық маңызы бар жолдарды қайта жаңарту, 350 орындық балалар шығармашылық орталығының құрылысын бастау, Сәтбаев көшесіндегі 59 мекенжайындағы 260 орындық балабақшаны қайта жаңарту, Әлке Марғұлан мен Төртқұдық ауылдарының сумен жабдықтау жүйесін жаңартуды аяқтау жоспарланған. Сондай-ақ балалар ойын алаңқайларын орната отырып, қаланың 11 көп пәтерлі, көп қабатты үйлердің ауласын абаттандыруға қаражат көзделген. Солнечный кентінде кешенді даму жоспары аясында 2022 жылы 31,16 миллион теңге сомасында ұзындығы 1,2 шақырым жарықтандыру желілерін салу жоспарланған. Сонымен осы кентіміздің жарықтандыру мәселесі 99%-ға точно шешіледі. Жұмыстарды жүргізу үшін Горэлектросеть жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен шарт жасалды. Кент тұрғындарының бірі Игорьдеген жас жігіт кент аумағында халыққа қызмет көрсету орталығы бөлімшесін ашуға болмас па екен деген сұрағын қойды. Подавляющее большинство этих государственных услуг
Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің басым көпшілігін электронды форматта үйден шықпай алуға болады. Смартфонмен де ала салуға мүмкіндік бар. Бұл жерде адамдардың интернетпен қызмет алуға болатыны жөнінде хабарсыз болуы да кедергі келтіруде. Сонымен бірге Солнечный кенті әкімдігінде өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы бар. Сол жерден де интернет арқылы қызмет алуға болады. Десе де сол жерде оператордың отыру мәселесін біз қарастырайық. Мен көп балалар, 5 балам бар. Сізде сол үй мәселесі туралы сұрағым бар. Өтінішімде болады. Үйде очередьте тұрмыз. Қазіргі таңда суық квартирада байлап тұрып жатырмыз. Енді 40 мыңдай шығып отырмын, онда жасырар жоқ. Үй жарық кішкене қиындау болып тұр, соны шешпесеңіз биыл беріле алмады жұмыс. Солнечный кентінде біз өткен жылы 10 пәтерді жөндеуден өткізіп бердік, кілттерді. Енді тағы да осы жылы қаражат бөлдік. Тағы да осы шамада пәтерлерді жөндеп, оларды береміз. Енді сіз көп балалы ана болсаңыз, бірінші кезектерін аласыз ғой. Жаңағы бізде бірінші кезекте жетім балалар тұрады, одан кейін сіздер тұрасыздар, міндетті түрде қамтамасыз ету. Хаттамаға жазыңыз, тағы қосымша осы кісінің мәселесін қарайық. Нешінші болып тұрғаны кезекте жарай ма? Мән-жайыңызды анықтап, тағы да қосымша жауап береміз. Айта кетуіміз керек, есепті жиын әлеуметтік желілерде тікелей эфирде жүргізілді, сондықтан Instagram арқылы да сұрақтар қойылды. Участок беріле ме екен? Халыққа, Солнечный тұрғындарына, очередьте тұрған халыққа жер мәселесі құжаттарын қарастырылу басталады ма дейді. Екібастұз қаласы бойынша генералдық жоспарын жөндеп жатырмыз. Сол бойынша тағы да қосымша қаланың өсу бағытын, сол жерде жаңа жер телімдерін анықтауын жұмыс істеп жатырмыз. Сонымен қатар қазір Екібастұз қаласында да жерлер беріледі. Ал енді Солнечный кенті бойынша біз жаңа план детальный планировки дейді, жобалауы бізді нақты қалашықтың кентінің жобалауына қаражат қазір бөлеміз. Соны жасағаннан кейін тағы да анықтап жердің болашақ көшенің жалпы басқа да инфрақұрылымның жасауын ескере отырып жер телімдерін анықтап, сосын жаңағы ұсаған адамдарға сұранысы бойынша беретін боламыз. Сері қорытпа зауыты экологиялыға қаншалықты залал келтіреді? Солнечный халқына, адам ағзасына кесірі бар ма екен? Жаңа айтып өткен Екібастұз ферролойс зауыты баяндауымда айтып өттім, тағы да қайталайын. Бүгін таңда құрылыс басталды. Оның алдында экологиялық тағы да басқа байқаулар, сараптамалардан өтті. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларда өткен болатын. Bir қатар Екібастұз қаласынан, Павлодар қаласынан, жалпы Павлодар облысынан экологтар, көп жылдық тәжірибесі бар мамандар Қарағанды қаласына барып, сол жерде дәл сондай заводтың жұмыс істеп жатқанын көріп, толық мақұлдап келді. Жалпы жаңа айтып өткендей, себебі жаңағы үлкендеріміздің айтқанындай, заводқа жақындағанда жұмыс істемей тұрған завод сияқты түтіні де жоқ шығатын. Толық бүкіл сіздердің ресторанда шығатын түтінді барлығы ұсталынып, бұл жерде жаңа микросфера дейміз ғой, сол микросфераңыз сол кезде ұсталынып, сол жерде оның барлығы қайта пайдалануға әкеліп, микроклиматты шығарып, оның барлығы экспортқа кетеді. Сондықтан 99,8% тазалығы экология саласындағы. Сондықтан ешқандай әсер етеді деген біздің күдігіміз жоқ. Солнечныйлықтар бұдан да басқа бірнеше сұрақ қойып, тиісті жауаптарын алды. Кездесуге қатысқан облыс әкімінің орынбасары Айзада Құрманова кент әкімінің баяндамасынан жергілікті қауымдастықтың жұмысы туралы ақпарат естімегенін атап өтті. Роль местного сообщества. Жергілікті қауымдастықтың рөлі, ол туралы арнайы заң бар. Сол үшін бюджеттің 4-ші деңгейі бар. Ол жергілікті қауымдастықтың шешімі бойынша жұмсалады. Салықтық базаны кеңейтуге сіздердің барлық құқықтарыңыз бар. Айзада Амангелдіқызы сонымен бірге кенттегі білім сапасын көтеруге көңіл бөлуді тапсырды. Қалай жұмыс істеп жатыр қазір? Көңілдеріңіз тояды па? Жақсы ма? Өте жақсы. Енді 39 түлегіміз бар. Сол 39 түлектің 9-ы ғана ма? 9-ы да? 9-ы ғана грантқа түсті дейді. Бұл 25% ғана. Бұл жай орташа есеппен қарағанда Екібастұзбен салыстырғанда Айзада Амангелдіұлы өте төмен деңгей. Бұл неліктен болып жатыр? Мен міне қазір өзіме сол сұрақты жазып алдым.
бізде әрбір осындай кенттердің мектептері болсын, ауылдық мектептері болсын, қаланың облыстық деңгейдегі үлкен мектептердің қамқорлығында шефство городских, областных школ над сельскими школами. Поэтому здесь я и перед управлением образования такую задачу поставлю, что над качеством образования, цифры говорят сами за себя, также над качеством образования, да, над качеством подготовки учащихся, здесь нужно работать. Облыс әкімнің орынбасары kenттің дәрігерлік амбулаториясына мамандардың жетіспеуіне де тоқталды. Өйткені ол денсаулық сақтау қызметтерінің сапасының төмендеуіне әкеліп соқтырады. Сондықтан қала әкімі мен облыстық денсаулық сақтау басқармасына мамандар тарту жөнінде тапсырмалар берілді.